Бұл сабақта компьютер конфигурациясы туралы үйренеміз. Жалпы компьютер түрлеріне тоқталатын болсақ, олар үстел компьютері, моноблок, ноутбук, планшет, нетбук және де ультрабук болып бөлінеді. Олардың атқаратын қызметтері бірдей, бірақ олардың конфигурациясы әртүрлі болуы мүмкін. Енді үстел компьютерінің базалық конфигурациясын қарастырып өтейік. Жалпы компьютердің негізгі базалық конфигурациясы дегеніміз, компьютерде жұмыс істеу үшін жеткілікті аппараттық және программалық құралдардың ең аз жиынтығы болып келеді. Дербес компьютердің негізгі конфигурациясына келесі аппараттық құрылғылар жатады: монитор, жүйелік блок, тінтуір және де пернетақта. Ал компьютер жүйесінің толық конфигурация ақпаратын алу үшін келесі іс-әрекеттерді орындауымыз керек. Пуск батырмасы, іздеуге келесі қосымшаны шақыруымыз керек: msinfo32.exe. Осы программаны шақыру орындау арқылы біз компьютер жүйесінің конфигурациясының толық ақпаратын ала аламыз. Мәселен, процессор туралы ақпарат, BIOS туралы ақпарат, RAM туралы ақпарат. Ондай болса, компьютердің жүйелік блогының ішіндегі құрылғылармен таныс болайық. Сіз жүйелік блок ішіндегі бірнеше құрылғы бар екенін білесіз, бірақ олар не қызмет атқарады және компьютер жұмысына қалай әсер етеді? Осы сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Кез келген компьютерде, ол дербес компьютер болсын, не ноутбук болсын, ең басты құрылғы ол аналық тақша. Аналық тақша компьютердің барлық құрылғыларының байланысын орнататын ең үлкен құрылғы. Онда компьютердің кез келген құрылғылары бекітіледі. Мәселен, компьютердің миы CPU, Central Processing Unit, процессор аналық тақшада орналасады. Ол компьютердегі ақпараттың барлығын өңдеуге жауап береді. Келесі құрылғы радиатор. Ол процессордың жәнде орналасады. Процессор миллиондаған операция жасау барысында қызуы мүмкін, ал радиатор процессор салқындату қызметін атқарады. Сонымен қатар аналық тақшадағы RAM, жедел жад құрылғысы, Random Access Memory орналасады. Ол ақпаратты уақытша сақтайды. Оның ішіндегі файлдарды сақтап қоюға болмайды, өйткені ол тоқ көзіне тәуелді. Яғни компьютер өшсе, жедел жад ішіндегі ақпарат толықтай өшеді. Ал ақпаратты ұзақ уақытқа сақтау үшін қатқыл диск бар. Ол компьютер тоқ көзінен өшкенде де ақпаратты өзінде сақтай алады. Ол магнитпен қапталған бірнеше металдан не шыны дискілерден тұрады. Бірақ та қазіргі кездегі көптеген компьютерлер қатқыл диск орнына SSD, Solid State Drive нұсқасын қолданады. Ол қатқыл дискіне қарағанда жылдам және қымбатырақ болып келеді. Көптеген дербес компьютерлердің аналық тақшасында қосымша құрылғылар үшін слоттар болады. Онда керекті құрылғыларды орнатуға болады. Мәселен, видеомен жұмыс істеу үшін видеокартаны орнатсаңыз болады. Болмаса, сымсыз интернетке қосылу үшін Wi-Fi картасын орнатсақ болады. Бірақ та мұндай слоттар көптеген ноутбуктарда жоқ. Әрине, компьютер құрылғыларында тоқ көзі керек. Сол үшін мұнда тоқ көзі блогы бар. Ол компьютерге және ішкі құрылғыларға тоқ беру қызметін атқарады. Ал ноутбуктарда қосымша батарея орнатылады. Ол арқылы ноутбук тоқ көзіне қосылмай бірнеше сағат жұмыс істей алады.